Жылдан мәлімдеме тарады, көріңіздер, хабардар болыңыздар. Әсәлемесіз бе, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Тұңғыш президенттің баспасөз хатшысы Сара Алпысқызының денсаулығына қатысты мәлімдеме жасады. Тұңғыш президенттің кеңесшісі баспасөз хатшысы Айдос Үкібай Сара Алпысқызы Назарбаеваның денсаулығына қатысты тарап жатқан ақпаратқа байланысты мәлімдеме жасады. Айдос Үкібайдың айтуынша, соңғы уақытта кейбір бұқаралық ақпарат құралдарында және әлеуметтік желілерде Сара Алпысқызы Назарбаеваның денсаулығы мен қазіргі жағдайына қатысты әртүрлі болжамдар мен шындыққа жанаспайтын ақпараттар таратылып жатыр. Осыған орай ресми түсініктеме беруді жөн деп санаймын. Сәуір айынан бері Сара Алпысқызы Назарбаева Алматы қаласындағы президент іс басқармасының медициналық орталығына қарасты ұлттық госпитальда жоспарлы ем қабылдап келеді. Барлық медициналық шаралар бекітілген стандарттарға сай, отандық мамандардың бақылауымен жүзеге асырылуда. Мәліметтерді тек ресми дереккөздерден алуларыңызды сұраймын деп мәлімдейді Айдос Үкібай. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз.